аузын табайықшы. Бауырсақ бізде. Ауызын табыстырамыз. Мұрны. Келесі, аю, бауырсақ домалап кімге келеді олар? Аюға кездеседі. Дұрыс-ақ, қанеке, аю. Дұрыс-ақ. Дұрыс-ақ, жарайсың. Балар, бауырсақ аюдан шығып, әндетіп, домалап кімге келеді? Қасқырға. Қасқырға келеді. Дұрыс-ақ. Енді қолын шығар. Қарамайын, екі қолын шығар, самал. Екі қолын шығар. Көзін, саламыз. Мұрнын жабыстырамыз. Төмен. Ұстап, сама. Енді балалар, қасқырдан қашып қайда келеді? Бауырсақ. Қайда келеді? Қоянға келеді екен. Әндетіп, қоянға келеді бауырсақ. Қанеке, бауырсақтың көзін, мұрнын тауып жапсырайықшы. Төмен. Жақсы балалар, қояннан қашып бауырсақ қайда барады? Кімге жолығады? Түлкіге жолығады. Қанеке. Дұрыс-ақ. Қарындаш алдарыңызға. Не істедік бүгін біз? Не істедіңдер? Не жабыстырдыңдар? Көзін тағы. Аузын тағы. Сенде қандай кейіпкер? Бауырсақ, ертегісі дұрыс-ақ. Кейіпкер. Түлкі ма, қоян ба сенде? Түлкі, дұрыс-ақ. Көзін балалар қарандаш, дұрыс жабыстырған ба көздерін? Мұрны, көзін дұрыс жабыстырған ба балалар? Қарандаш, түлкін? Дұрыс жабыстырған. Келесі бізде қарандаш балалар. Келесі кейіпкеріміз бізде қоян екен, қарандар. Қоянның көзі, мұрны, барлығы дұрыс па? Дұрыс. Самал, сенде көрсете қой. Қасқырдың неше көзі бар? 2. Неше мұрны бар? 1. Дұрыс-ақ. Арқа, сенде қандай кейіпкер? Бауырсақ па, аю ма? Аю. Аюның неше көзі бар? 2. Мұрны неше? 1. Дұрыс-ақ. Раяна, сенің қолында қандай кейіпкер? Бауырсақ. Бауырсақ.
бауырсақтың пішімі қандай балалар? Пішімі қандай? Дөңгелек па? Төртбұрышты ма? Дөңгелек. Бауырсақтың неше көзі бар? Екі көзі бар екен. Мұрны бар екен. Тағы не болып тұрса балалар? Ауызы бар екен. Ерні қандай түсі бар? Түсі қандай ерні? Қызыл тұрса. Әмина, сен бұнда қандай екен? Әже не істеді бүгін бізде? Не пісірді? Бауырсақ пісірді тұрса. Бауырсақ қайда кетіп қалды балалар? Орманға қашып кетті. Солай ма? Әженің неше көзі бар қанекей бар? Екі көзі бар. Тағы не болып тұрсың? Мұрны. Тағы. Аузы. Бала қараңдаршы. Барлығын дұрыс жабыстырған ба? Дұрыс екен. Айсұлтан. Бұл қандай екен бізде Айсұлтанда? Ата. Қара келді. Атаның көздерін, мұрнын дұрыс жабыстырған ба балалар? Дұрыс. Балалар сіздерге бұл ертегі ұнады ма? Керемет. Олай болса, осылай енді келесі іс-әрекетімізде жұмыстанамыз. Рахмет.